Молекулалық физикадағы мына бір күрделі есептің оңай шешімін көрсететін боламын. Дәл осындай күрделі есептердің оңай шешімін жіберіп алмасы үшін парақшаға тіркеліп қой. Бөлме пешіне от жағылғаннан кейін ауа температурасы 15 градустан 27 градусқа көтерілсе, молекула саны ең алдымен температураның молекула санына қалай тәуелді екендігін анықтап алуымыз қажет. Ол үшін Менделеев-Клапейрон формуласын жазамыз. ПВ тең N бөлінген N Авогадро РТ. Осы жерден молекула санын анықтайтын болсақ, N тең ПВН Авогадро бөлінген РТ. Бұл жерден температураның молекула санына кері тәуелді екендігін көреміз. Енді осы заңдылық бойынша біз мынадай формуланы жаза аламыз. N2 бөлінген N1 тең Т1 бөлінген Т2. Орындарына мәндерін қоятын болсақ, 15 градусты кельвинге айналдырамыз. 273-ке қоссақ 288